Ассалаумағалейкумдер. Тағы да жалғастырамыз әңгіме дүкенді. Ұлы Отан соғысы. Биыл соған 80 жылдық болады. Соны тарихтан сызғысы келетіндер, идеологияға да келмейтін зат, ондай идеология бізде жоқ. Сондықтан ол теріс ұғым. Соғыста әр жанұядан соғысқа қатыспаған, соғыстан келмеген адам жоқтың қасы. Олардың бәрін тарихтан сызып ол болады деп ойлаймын. Соғыста ертең қашан жеңіс болады ғой деп тылда дети войны бәрі күткен. Бүкіл совет үкіметімен қоса бір халық болып саналған. Енді біз егемендік алдық деп, оны тарихтан өшіріп, аналардың иесін жоюға дұрыс ой емес шығар деп ойлаймын. Тіпті бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан адамдар болды. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, содан жеңіспенен келіп, содан бірінші дүниежүзілік соғыста трижды кавалер Йоревский славой ма, соның кавалерлері болған қазақтар болды. Соның бәрін сызып тастау тарихтан. Овал, қиянат, оның киесі жібермейді ме деп ойлаймын мен. Сондықтан тарихты әркімнің ойына келгенін істеп, ойына келгенін етіп, біздің мейрам емес деп айту теріске шығады оның бәрі. Алияның жетім болып, детдомға өтіп кеткені, оның бәрін айтылу керек, халық білу керек. Ана Бауыржан Момышұлында жазады, қазір мен сізге оны қай жерден тауып беріп, жетіп жатпайын. Тарихсыз болмайды деп. Атағыңды бермесең берме, шындықты ұғысып берсең де маған бал дейді. Дословно айтпаған шығар. Сөйтіп Бауыржан сөйтіп айтқан. Сондықтан өтірік айту, өтірікті келістірмеу, бір нені бәлен түген деп айту теріс. Өмірдің өзі ақ қарадан тұрады. Баланы соғын кескенде ақ қара жіппен байлап кеседі. Переименование жаңағы героев, Әлиби Жангелдин сияқты қазақтың ұлттың біртуарлылары Амангелді Имановтың соғысында поддержка береді, Ленинге береді, соған қару алып келеді, содан 17-ші жылы басталады. 17-ші жылы алып келемей қаруды, ұмытып қалыппын, оны шатысып кеттім бе дейміз. Сондықтан Әлиби Жангелдин жаңағы орыс тілі фамилиясы Степнов болды деп, оны тарихтан сызып мүлдем жақсы зат емес. Мүмкін көше біреуге ұнап тұрған шығар, переименовать етіп, атасына қояйын деп. Әлиби Жангелдин дүние жүзін жаяу кешіп өтеді. Сахарын жаяу кешіп өтеді. Книга рекордқа кірген бірде-бір қазақтың ішінде қазақ. Попта оқиды, оны жоққа шығармаймын. Молданан тәлім алады, сондықтан грамотный қазақ деуге болады. Орех и решкіден бұрын дүние жүзін айналып келіп, енді нелері бар шығар, очерктері, запискілері.
Соны шетелде қашып кеткен бай манаптар Алиби Жангелдинді қолдайды, қаржатын көтереді. Сондай адамды тарихтан сызып тастау жақсы болмайды деп ойлаймын мен қазаққа. Ал енді Мұстафа Шоқай, ана Қытайлардың несі бар, қарғысы, живи век перемен дейді. Сол век переменде тап болған ұлы тұлғалар олар. Алашордаға қарсы шықты, жоғын жасырмайым. Но Совет үкіметі оларды атып тастайды деп ойламаған шығар, деп ойлаймын мен. Неше рет қамап жіберіп қойды, тергеп. Сол түбінде оларды атады деп ойламаған шығар. Олар партия ретінде бір-біріне қарсы тұрды. Мыналар коммунистический партия болды, аналар Алашорда, социал-демократия партия ма сондай болды. Олар жаңа қазақтың Алаш партиясы да мысалы орыстан бөлінеміз деп айтқан жоқ. Орыстың қарамағында боламыз, бірақ олардың енді еңбегі біраз Қазақстанның границасын нетіп кетеді, демартизация неме не дейді. Научный сөзге тілім келмейді, әйтеуір границасын қазақтың белгілеп кетеді. Қазақ дейтін ұлт бар екенін көрсетіп, соны мықтап бекітіп кетеді. Солардың ішінде кім еді? Ой, ұмытып қалдым аты, шүкір. Әлихан Бөкейханов, анан аты кім еді? Мұстафа Шоқай. Ұлт жанашыры, ірі тұлға, бірақ олар жеңілгенін біліп, түбінде нететінін нетіп, шетелге өтіп кетіп, немістерден қазақтарды қорғап алып шығып, соларды нетіп қалады. Мұстафа Шоқайдың бірде-бір еңбегінде қайраткер ретінде ол айтайын, менің ойым, ол Гитлердің Қазақстанға шабуыл жасауын тоқтатқан бірде-бір тұлға деп есептеймін. Гитлер мына Қазақстанды отсеять етіп тастағанда, сонда қару-жарақта бәрі де келмей, оп-оңай СССРді құлататын еді, Москваға жететін еді. Реванш алатын еді Москва түбіндегі пораженісіне. Онымен Мұстафа Шоқайдың еңбегі деп ойлаймын, сол Қазақстанға жібермей, Қазақстанға Түркистанский легионды тастап, олар подрывной деятельностьпен занимайся етеді деп, бүкіл водокачка паровоздарды, мосты жарып өтіп, содан соғысқа қару-жарақпенен продовольствие келмей қалады деген план құрады да, содан Гитлер Қазақстанға қарата ұмтылмайды. Содан кейін Гитлер не жіберген, бірақ Мұстафа Шоқайдың да просчеті болады. Негізі бәленбай жылдан кейін қазақтар Совет үкіметіне сенімменен қарап, сенімменен нетіп, немістің пленінен шығып, келіп, НКВД мен чекистарға беріліп, көбіне етеді. Нағыз ішінде идейный патриоттар нелері болады, жаңа идейный легионға служить ететіндер, ол жоқтың қасы болады. Сол себептен Қазақстан жерінде соғыс болмай, Мұстафа Шоқайдың бәленбай кісі қазақты құтқарып, сол қазақтардың ішінде бәленбай талантлы адамдар болады, но көбі солардың бірең-сараңға шетелде қалып қояды. Олар Совет үкіметі олардың жарылқамайтынын біліп, келмей қалады. Мен қазір фамилияларын ұмытып отырмын. Айтбаев дейтін бәкем, бір тағы бір екі оққан қазақтар болады. Өнерлі. Солар Шоқанға қарап отырып Абылайдың сүгіретін салады, Абылай ханның. Сол Абылай ханның сүгіреті дәлме-дәл, без разницы, айырмашылығы жоқ, дүстеңкелікке түседі кезінде. Сондай тағдырыстың
перипетие дейді. Ана Шолоховтың кітабында жазады ғой, Тихий Донда. Біреу совет үкіметіне қарсы шығады, біреу совет үкіметін қолдайды, біреулер единоличник болады, біреулер соны неткен, соның бәрі тарих казачествоның. Сол сияқты мынау қазақтың тарихын анау бәлем болды деп сызып, мынау түген болды деп сызып, түкке де жараспайтын іс. Олай бара-бара өйте беретін болсақ, біз ертең қонайды несін сызып, сосын тағы бұрын сызып, сосын келер ұрпақ жаңағы культ личности деп біздің немізді жойып тастайды. Бұны тоқтатпаса, солай жойыла береді. Келген ұрпақ қайта-қайта сүртіп, өшіргішпенен сол ар жағына келгенде тарихсыз қалады қазақ. Сондықтан ондайды қою керек.